Бәріне сәлем, мен есімім Ақерке, 7 курс интерн студентімін, медицинаның қазіргі кезде 7 курстың бірінші семестрінде оқып жатырмын. Келесі семестрді бітіргеннен кейін жалпы тәжірибелі дәрігер атанып шығатын боламын, Құдай қаласа. Жалпы мен осы блогты бастаудағы мақсатым, бұл блог 2020 жылы ең бірінші видеосы шыққан болатын. Яғни бірінші кездегі мақсатым ол өзім сияқты медицинада оқитын студенттерге пайдалы болу болатын тұғын. Яғни мен бірінші курстан бастап оқыған кезде қазақ тілінде ақпарат өте аз болды. Яғни кітаптарда да тікелей аудармамен жасалынған болатын орыс тілден. Және де орыс тілді мәліметті қазақ тілді аудитория дұрыс қабылдай алмайтын еді. Яғни жаттап айтып беретін, бірақ физиологиясын болсын онша қатты түсінбейтін. Және де әлі күнге дейін қазақ тілді кітаптар аз медицинада, и оны барлығы тікелей аудармамен әлі де аударып келе жатыр. Дұрыс жаңағыдай студенттерге мағлұмат өте аз. Қазір кезде ағылшын тілі өте актуальны болып жатқандықтан орыс тілді мәліметтердің ескіргенін де шындық екенін жасыра алмаймын. Яғни қазақ тілді аудиторияға барынша пайдалы болу үшін осы блогты бастаған болатынмын. Енді ең бірінші ол медицинаны неге таңдадым? Медицинаны негізі мен өзім кішкентай кезімнен медицинада оқимын деген арманым болған. Бірақ ол мен ата-анамның маған салған ақпаратынан деп ойладым. Бірақ не үшін медицина таңдағанын білмеймін. Мен өзімді бағанағы әке-шешемнің таңдауымен медицинаға түскен деп есептеймін. Жалпы медицинаға келген адам екі түрлі жолмен келеді. Яғни біріншісі өз таңдауы. Оның отбасында біреу ауырып, немесе жаңағы біреуден мотивация алып таңдады. Ал екінші жолы ол әрине ата-анасы аш қалмайсың, медицина қашанда керек мамандық деп таңдатқан болады. Енді бірінші курс кезінде жалпы мен бірінші Түркістан университетіне, яғни Қожа Ахмет Яссауи университетіне түскенмін, Түркістан қаласындағы. Және де ол жерде мен мемлекеттік грантқа балым жетпегендіктен мен түрік квотасына түстім оқуға. Яғни оқу тегін, стипендия алмайсың, тек 1 жыл дайындық факультетінде ағылшын және түрік тілдерін оқу керек болды. Мен сол жерде ағылшын және түрік тілін оқыдым. Одан кейін бірінші курсқа келген кезде білмеймін, уже 1 жыл ағылшын түрік тілін оқып мотивация кетіп қалды ма, немесе өзім әбден жалқауланып қалдым ба, сабақтарым қатты өзім армандағандай, өзім қалап, өзім елестеткендей болмады, шыны керек. Кітаптан оқисың, мұғалімге айтып бересің, мұғалімге ол жеткіліксіз, жаңа информация керек дейді. Жаңа информацияны іздеп айтсаң, ол толық бағанағыдай дәлелденіп шықпаған, тек жаңалыққа сондай болуы мүмкін деген сияқты ақпараттар болды. Және де бірінші курс кезіндегі ең менің күлкілі әлі есімнен кетпейтін оқиға, ол бірінші семестрдегі анатомия сабағы болған тұғын. Ағайымыз белгілі бір себептермен сабақ өтілмеді. Яғни әр мұғалімде бір жүрдік, анада бір оқып, мынада бір оқып, сабақтан ерте қайтып кетіп деген сияқты темалар болған тұғын. Одан кейін ағайымыз келеді и 1 ай бойы өткен сүйектерді сұраймын дейді. 1 ай бойы ештеңе оқымадым. Енді бір түнде сүйекке дайындалып көр. Алып алғамыз жауырын, жаңағы 8 көз, қабырға, төс сүйек, одан кейін жаңағы аяқтың және қолдың сүйектерін өткен тұғынбыз. Және де оның бағанағы шұңқырларын, одан кейінгі бөліктерін бөлек-бөлек айтып беруім керек қой. Бірінші ең оңай ол остеология ғой негізі. Сөйтіп ағай сол тапсырманы береді. Сосын мен енді отырмыз, жаттап жатырмын, есімізге дым кірмейді. Почему-то біз латын тілін бірінші өтпейміз, бірінші анатомияны өтіп аламыз, сосын барып латыншаны өтеміз. Сондай кез болған тұғын, түсініп тұрған жоқпыз біз не мағына беретінін. Одан кейін барып қана түсіндік. И мен жаңағы кітаптарды ашып оқимыз да, сосын оранып алып, төсекке, көрпеге оранып алып жерде жатқанмын. Қыздардың бәрі өздерінің көрпелерін жатып жатқан тұғын, ал мен жерде кәдімгідей кілем үстінде жатқанмын. Сөйтіп өзіміздің бір жақсы оқитын қызымыз бар, ол түнімен оқи береді ол. Сөйтіп оқып атқан бір кезде көзім ілініп кеткен. Сөйтіп түсімде мен нені көрем ғой,
қабырға сүйектерін көремін ғой. Ең оңай ол қабырға сүйек 3-4 ақ несі бар тұғын, аттары латынша. Содан кейін қабырға сүйекті көріп жатамын, сен тұрам да, ұйқымнан тұрам да, сүйегім қайда деп, мен түсімде сүйекті ұстап отырып айтып отырмын ғой. Сүйегім қайда деп, ана қыз түсінбейді, қалғандар ұйықтап жатыр. Сүйегім қайда деп. Сондай күлкілі оқиға болған. Сосын қайтадан ұйықтап қалған тұғым, сүйегім сұрап. Сосын келесі күн сабаққа барамыз. Әркім әртүрлі сүйекті айтып отыр. Айтамаймыз үшін. 1-2 несін айтамыз да тоқтап қаламыз. Сөйтіп ағай айтады, жарайды, өздерін бағанағы жақсы дайындалған білетін сүйектерімді алып, хотя бы соны айтып беріңдерші дейді. Мен сол сабақтың өзінде бағанағы 8 көзді бір оқимын, жауырынды бір оқимын. Өзіме негізі жауырын сүйегі ұнаған тұғын. Бірақ ол жауырын несі көп екен, сөйтіп ағай ал сүйегін сөйтіп, мен білмеймін ғой қай сүйекті аладым, сөйтіп ағай мә деп бағана қабырғаны береді. Айтамаймын ғой мен ананың. Өзі 3-4 аты бар да, оны да айта алмай тұрмын да мен. Сөйтіп қызық жағдай болған. Именно сол анатомия ағайымызды біз қанша жерден бізді қинаса да бізді үстімізден прикол ұстаса да, біз оны әлі күнге дейін жақсы көреміз. Өте жақсы жас ағай тұғын. Түркияға барып білімін жетілдіріп келген, және де бізден жаңағы түріктердің емтиханы сияқты қылып алатында, мысалы әр сүйекті қойып соған 1 минут тұрасың, и ағайдың стрелкамен көрсеткен жерін парағына жазасың да кетесің. Сөйтіп 6-7 сүйек қойып қойған, және де ол неге жаңағы аралық бақылау ғой, рубежка. 2-3 студентті кіргізеді да, үшеу тез жазып шығады, сен шығып кетесің, болды, қарамайсың басқаларға. Аналар бір-біріне қарауға анаште вообще уақытта болмайды. Сөйтіп жүріп, әйтеуір білмеймін, ана не бар ғой, бастың астындағы тесіктері бар ғой, қан тамыры шығатын, нервтер шығатын ше, соны ағай қойған ғой анаште. Мына фоса каротидис сияқты еді ғой деп анаште. Сұрайын сен ана менімен бірдей қатарда кіретіндер, олар явно дайындалмайтын студенттер да. Сұрайын десең ешкім жоқ қасында. Сөйтіп ол ағайдан 60-70 алып шыққанбыз. Кейін ол ағай бізге жаңағы өздерінің қолдарымен осы анатомияға қатысты бір нәрсе жасап келіңдер деді. Сонда сендерге срез ретінде соны қабылдап, бағаларын сәлде болса жоғарылайды деді. Сөйтіп неше түрлі қыздар тоқып келген, бағанағы түйін жасап келген, макетін жасап келген. Сөйтіп біз 3 қыз бірігіп, мына аяқтың бұлшық етін сыртынан гипс сияқты қылып құйып, потом сызған тұғымыз бұлшық етін. Сөйтіп ағай бізден бұлшық етін сұрайды ғой. Мынау андай бұлшық ет па дейді. Ағай білмейміз, суретте қалай тұр солай келді, бағанағы болды сонымен дегенбіз. Сосын 1-ші курстағы ең физиология ол айтпаса да түсінікті шығар, ол 1-ші курста вообще миына кірмейді. Не үшін оқып жатқаныңды білмейсің. Ішінде бір-ақ тақырып қалған, есімізде қалған, бағанағы нейрондардың, синапстардың бір-бірімен импульстер жіберетіндер ғана, ал қалған есімізде жоқ. Әйтеуір бақа сойғанымызға мәзбіз, оған спиртті көп ескерткіз қойып, бағана кескеннен бұрын өліп қалғанын да білмегенбіз. Сондай қызықты жағдайлар болған. Одан кейін жаңағы 1-ші курста болды, қателеспесем, медициналық биофизика деген сабақ болды. Яғни ол жерде өз үйренгені менің кардиостимулятор, нәшітке жүрекке қойылатын, жүректің ритмдарын жаңағы дұрыстап тұру үшін қойылады. Одан кейін қазір шығып кеткен ғой, шаш тарайсын, бетіне быз дейтінше, аты есіме түсіп тұрған жоқ, соны көрсетті ағай. И ағай бізді қинап тұрып не алатын ғой, тест алатын. Ол тесттің ішінде былай болатын. Мысалы, бізде кәдімгі тестте 1 сұрақ, астында 4 жауап тұрады ғой, ал ол ағайда 1 сұрақ, 4 жауап, ол 4 жауаптың ішінде тағы әрқайсында тағы 4 жауаптан тұрады да. Бір аның ішіндегі есі деген сияқты қылып белгілейсің да. Қиын ол. Өзі айттым, медициналық биофизикада түк түсініксіз сабақ болған маған. Бірақ үйтіп бағанағы бөлмедегі 4 қыз өте сабаққа жақсы дайындалып, бір-бірімізге бірдей вариант түспейді ғой. Сөйтіп тестті бөлісіп аламыз да, бүйтіп отырып, мысалы 20 сұрақтың 5 сұрағын мен істеймін, мен оқыған жерден істеймін, ана қыз ана оқыған жерінен істейді, солай. Өйткені медицинада ақпарат өте көп, оны сен 1-2 аптада, 1 айда бітіре алмайсың. Именно медициналық биофизиканың өзінде бір сабаққа 100-ден көп оқуға бет беріледі. Сондықтан ол өте қиын. Сөйтіп істеп алып жүріп, ағайдан 90 алып шығамын. Ең қызығы осы жерде басталады.
90 алып шығамын мен сабақтан, и сессияға келгенде мен дайындалмаймын, өліп ауырамын, басымды көтере алмаймын. Жасыратын несі бар енді, бірінші курста қалған нәрсе ғой деп па, шпормен кіремін, шпорды қолдана алмаймын. Банау бар ғой, мақал емес, сөз бар ғой, иттің үстінде бит бопты, ол бит үйтіпті деп бастайтын. Сондай сияқты қылып жазып беремін. И FX-қа да қалмаймын ғой мен, ровно ағай 50 қойып береді. Ана іште ұялғанымды айта алмаймын ше, хотя FX-ке қалдырсам мен бағамды жоғарылатып алатын едім, бірақ оған да дайындалмайтын белгісіз. Сонымен кәдімгі күнделікті бағам 90 болып шығады, ал сессияның бағасы 50. Сөйтіп минус сым еді, Б минус сым еді, әйтеуір ең бірінші сым сол медициналық биофизикадан болған. Одан кейінгі негізі медицинада қызық оқиғалар көп, және де сені жаңағы токсик мұғалімдер, ол туралы өте көп темаларда мен соның бәрін студенттермен, бағанағы өзім сияқты өзімнен кейін келе жатқан студенттермен бөліскім келеді. Себебі олардың өмірлерінде ондай токсик мұғалімдер, токсик группаластар, саған кері әсер ететін адамдар бәрібір де бола береді. Және де ол оқиға тек сенің ғана басында болмайды да. Ойлайды ғой, бәр жамандық менің ғана басымда, неге үшті мен ғана ала берем деген сияқты ойлар келеді ғой. Ол барлық адамның басында сондай өтеді. Алма кезек өмір. Бір кезде жақсы сәттерден тұрса, бір кезде жаман сәттерден де тұрады деген сияқты. И потом медициналық студенттерге айтқым келетіні, ой, кейін оқып алам ғой, практикада үйреніп алам ғой деген, ол өтірік әңгіме, шынымды айтайын. Практикада теорияны білмей тұрсан, сен ешкім емессің. Просто практиканы үйреніп өтірік істеп жүрген адам болып қаласың да. Ал теорияны білсең, сен екі заттың бір-бірімен ұштастыра аласың ғой, в общем. Және де бір күні келіп сені миыңды ашып, бүкіл медицинадағы ақпаратты басына ешкім салып бермейді. Біз как будто андай идеальный момент бір күн келіп, мен ақылды болып кетем, медицина туралы бәрін біліп кетем деп ойлаймыз да. Ал ондай зат болмайды. Сен оқымасан, талпынбасан, тым болмаса кішкентай әрекеттермен, қадамдармен жаңағы жетістікке жетпесен, онда қалып кетесің, қатарынан қалып кетесің. Қазіргі заманда барлық нәрсе дамып жатыр, адамның орнын роботтар алмастырып жатыр. Бірақ та біз немен ерекшеленеміз? Біз ақыл ой санамызбен ерекшеленеміз. Яғни роботқа бір ақпаратты енгізіп бересің, ол соны жаңағы фильтр жасап шығарып береді. Ал адамның ойлай алады, клиникалық мышлениясы болады. Роботқа енгізбеген нәрсе сенің миыңда болады. Сенде сезім бар, сенде жүрек бар. Сол сияқты ақпараттар бар. Жалпы бүгінгі видео осымен тәмам. Алдағы уақытта осындай күшті видеолар салып тұрғым келеді. Себебі мен екінші курста жаңағы кезек бойынша айтып бергім келеді. Бірінші курста мысалы біз санитар болып істегеніміз, жаңағы практикада тек санитардың қызметін атқарғанымыз, сондай қызық моменттер бар ғой, жаңағы міндетті түрде жаңағы айту керек, бөлісу керек деген сияқты. Сондай видеоларды салатын боламын. Баршаларыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар.